өзіңді мақтау. Көбінесе біз өзімізді мақтауға келген кезде сараңданып қаламыз да, өзгелерді мақтаған кезде жомарттанып кетеміз ғой. Керісінше барлығын адам өзінен бастау қажет екен да. Өзіңізді мақтау керек па, бірінші өзіңізден бастаңыз. Біреуге сыйлық беру керек па, бірінші өзіңізге сыйлық беріңіз. Бірінші жақсы сөз айту керек па, бірінші өзіңізге жақсы сөз айтыңыз. Сіз соны өзіңізге жасай алғанда, өзгеге жасай аласыз да. Сол біреуде жаңа комплимент айтса, мақтап, ой сен осы қолыңнан жақсы келеді екен, сен осындай сұлу екенсің деген кезде, ой қайдан деп комплимент қабылдай алмай сөйтіп отырамыз. Ол негізі мен сондаймын, Құдайға шүкір, рахмет деп өзіңіздің сондай барыңызбен мақтанып, өзіңізді қабылдап, соған риза болыңыз. Ол да бір сізге Құдайдың беріп жатқан бір сыйы, нығметі, ризығы. Сол себепті көбінесе сөйтеміз де, білмеймін енді, өзгелерден бір сонда мақтау сөз күтеміз, бірақ оны мақтағанда кейбір кезде қабылдай алмай жатамыз. Ал егер сіз өзіңіз мақтап, өзіңізге сыйлық беріп, өзіңізге жақсы сөз айтып жүрсеңіз, ол сіз үшін это нормально. Бізде енді көбінесе сондай қазақи отбасыда сондай тәрбие болған ғой. Барлығын бірінші өзгені қуанту керексің, өзгеге жағу керексің, өзгелер жеу керек, сен қатқан нан жесең де жеп отыра бер, өзгелерге жұмсақ нанды алып қой деген сияқты. Сол себепті барлығын мақтауды, жақсы сөз айтуды бірінші өзіңізден бастаңыз. Себебі өзгелерге де сіз соны шын ниетпен бере аласыз. Ал егер өзіңізде жоқ нәрсені сіз өзгелерге қалай бере аласыз? Мысалы, бар болып тұрса да шын ниетпен бере алмайсыз ғой, қимай бересіз да. Ол сіздің өзіңіздің ішіңізде сондай бір қызғанышты тудырады. Сол себепті ең бірінші өзіңізді мақтап жүріңіз.